Сіз білесіз бе, адам сағызды күн ұзаққа шайнап жүретін жер бетіндегі жалғыз тіршілік иесі. Ал оны маймылға берсеңіз, 3-4 минут қана шайнайды да лақтырып тастайды, немесе шашына жабыстырып алады. Ал Сингапурда сағызды сату, тасымалдау, қолдануға тыйым салынғанын білесіз бе? Ол жақта тек емдік сағыздарды дәрігердің рецептісі бойынша дәріханалардан ғана алуға болады. Ал бұл елдің территориясында байқамай сағыз шайнап қойсаңыз, $1000 айыппұл төлеуіңізге тура келеді. Сағызға байланысты бұл заңды ел үкіметі қоғамдық орындардағы тазалықпен түсіндіреді. Себебі онда сағызды тастап, ластаушылар көбейіп кеткен. Сағыздың құрамы неден жасалады? Негізінен құрамы 3 басты нәрседен. Резеңке, кәдімгі резеңке, тәттілеуіштер мен ароматизаторлардан тұрады. Бұрындары сағызды табиғи каучуктан жасаған. Ол сағыздардың денсаулыққа зияны болмайтын. Ал қазір олай жасау қымбат әрі ұзақ уақытты алады. Сондықтан өндірушілер осы жеңіл, жылдам дайындау тәсілін тапқан. Ал енді құрамындағы зиянды қоспаларды атап айтсам. Бірінші аспартам. Бас ауруын, бас айналу мен жүрек айнуды тудыратын тәттілеуіш. Сағызды шайнағанда еріп, ол ағзаға түскен формальдегидке, содан соң метаболикалық ацидоз тудыратын құмырсқа қышқылына айналады. Құмырсқа қышқылы ол орманды жердің ірі құмырсқаларынан алынатын қышқыл. Екінші ацесульфам К. Ағзада түрлі ісіктердің пайда болуына себепші. Үшінші қант. Сағыздың құрамында қант болмайды деу қате. Ал қанттың зияны белгілі. Сондай-ақ ағзамызға зиянды сорбент, ксилит, дәмдеуіштер, бояғыштар мен химикаттар өте көп. Төртіншіден, сағызды ұзақ уақыт бойы әсіресе аш қарынға шайнау гастрит пен асқазанның ойық жарасын, басқа да асқазан ішек ауруларын тудырады. Сілекейдің шектен тыс көп бөлінуін асқазан жұмысының нашарлауына алып келеді. Бесіншіден, тістерді қатайтып, ауыз қуысын тазартады, балғын леп береді деген жарнама аңыз ғана. Сағыз керісінше тіс шегілердің пайда болуына себепкер. Сондықтан дәрігерлер сағызды тек тамақтан соң 10-15 минут қана шайнау керектігін айтады. Достар, көп сағыз шайнайтын достарыңыз болса, осы видеоны жіберіңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарийге өз ойыңызбен бөлісіңіз.